Біз өмірдің өзі театр дегенді жиі айтамыз. Ал сол театрдың өзі не екен, оның ішкі өмірі неден тұратынын білеміз бе? Біз білмейтін болсаңыздар, осы олқылықты сәл де болса бүгін толтыруға тырысамыз. Армысыздар, ұлттық арнада айтуға оңай. Биыл қыркүйек айында 70-ші маусымын ашқалы отырған Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының тыныс тіршілігі, олардың өнерпаздарының, әртістерінің, қызметкерлерінің күнделікті өмірі бүгінгі хабардың арқауы. Алдымен театрдың тарихына шолу жасап өтейік. Экранға жер салыңыздар. Әр қойылымы күрделі композиция, көркем декорация мен жас көрермен санасына жеңіл ой айта біледі. Бұл елдегі жастар театрына тән ерекшелік. Өнер ошағы 70 жылға таяу уақыттан бері әр репертуарын ыждахатпен таңдап, жас жеткіншектерге лайықтап шығарады. Мағыналы шығарма режиссерлік шешім шеңберінде шебер үйлесіп, көрермен көңілінен шығып келеді. Сонан болар бұл театр әлі күнге көрермені көп театр. Ғабит Мүсірепов атында Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры 1946 жылы құрылған. Алғашқы қойылым Толстойдың алтын кілт пьесасының қазақ тіліндегі сахналануымен шықты. Спектакльді қазіргі ТМД көлемінде балалар театрының негізін қалаған белгілі режиссер Наталья Сац қойды. Соғыстан соң сахна өнеріне сусаған жұрт жаппай жас театрға барып, әр қойылым жоғары аншлагпен өтті. Өз тарихында талай белестен асып, жетістіктерге қол жеткізген театрға 23 жыл бұрын ұлы жазушы Ғабит Мүсіреповтің есімі берілді. Ал театрдың 50 жылдық мерейтойында академиялық дәрежесі берілді. Керемет спектакльдер қойып, ол қойылымдар қазақ театрының тарихына алтын әріптерменен енді. Қазіргі жастар театрының құрамы көбінесе жас актерлардан тұрады, жастар өте көп. Бұның арқасында да әр қойылымда ән мен күй жағынан келгенде, пластикалық шешімдер жағынан келгенде қойылымдар өте қызықты болып, сонымен қатар сол жас көрермендерді, жалпы көрермендерді шақырып өзіне қызықтырып отырады. Біздің алғашқы кейіпкерлеріміз балалар мен жасөспірімдер театрына өздерді кезінде бозбала бойжеткен болып келген еді. Бүгінде олар бүкіл елге танымал сахна тарландары. Қарсы алыңыздар. Кәдірбек Демесінов, Гүлжамал Қазақбаева, Роза Әшірбекова, Жақсыбек Құрманбеков. Сіздер де бір кезде жас әртіс болдыңыздар ма? Әлі де жаспыз. Сабир апамыз айтыпты ғой кезінде, Майқанова. Сабир апамыз. О кезде 70-ке, сол 60-тан асқан, 70 пен 60-тың арасында ғой. Соны гастрольге бармай ма? Сол гастрольге барғанда сіздің жасыңыз қанша десе 39-дамын депті. Сол кезде 60-70-тегі кездері ғой. Сол сияқты біз әлі 39-дамыз, Гүлжамал. Мен ойлаймын да, мысалға, адамдар бір жерде жұмыс істейіп деп айтады ғой. Әртістер болсын, бір жерде жұмыс істеймін деген кезде, енді айтады, әсіресе мына Әуезов театры, мен әкем театрда жұмыс істеймін. Сіздер не айтасыз, мен балалар мен жасөспірімдер театрында жұмыс істеймін деп айтасыздар ма сіздер? Бір түрлі ыңғайсыз ғой. Неге жүре бердіңіздер бұл театрда? Не ұстап тұрды сіздер? Не ұстап тұрды? Қызық қой, аты балалар мен жасөспірімдер театры. Сіздер 39-ға келгенде жүре бересіздер. Өнердің бәрі сол жастардан туады. Солай ма? Сол бәрімізде жас болды. Кейін жастар айтпай ма? Осы кісілер қашанғы жүре береді екен, орын босатпай ма екен деп. Айтса айтатын шығар ол. Бар ма ондайлар? Қайда біздің жас актерлар? Оларды шақырамыз. Солардан сұраңыз. Солардан сұраймыз ба? Иә. Бұл театрдан, енді Әуезов театры туралы, енді аға театр болған соң, сол театр туралы көп айтылады. Бір нәрсені мойындау керек, сол театрдың
аға буын өкілдері де бір көпшілікке кеңінен таныс. Сіздер менің айтайын деп отырғаным, сіз көпшілікке көп шықпайсыздар, көп көрінбейсіздер. Сол сахнадан қолдарыңыз тимейді ау деймін спектакльден, солай ма? Әр театрдың өзіндік бір ерекшелік қасиеті болады. Сіздердікі қандай? Біздікі о бастан өзі солай. Қарапайым, Кішіпейіл. бұйығы, кішіпейіл, асыра сілтемейтін. Біздің арғы үлкендеріміз болды ғой. Иә. Солардан қалған тәрбие. Ал енді мына жастар келіп жатыр. Енді бұлардың заманы қалай болады? Оған біз Бірақ біз бәріміз қарапайым, кішіпейілміз, бірақ бәріміз де мықтымыз деп айтсаңыздар. Ол дұрыс қой. Енді ел айтсын оны. Менімше мына сіздерге де байланысты. Бүкіл каналға байланысты менімше. Хабар, Қазақстан, 31 КТК-ларыңыздан неге шақырмайды? Шақырса біз келеміз. Келесіздер. Келеміз. Енді шақырып тұрамыз. Мәселе сонда тұр. Кешке шейін басқа бір театрлар шақырып. Басқа театрлар шақырып. Кешке шейін. Қарапайым кішіпейілміз дейсіздер, онша қарапайым кішіпейіл емессіздер ау деймін. Балалар театр деп менсінбейтін боларсыздар, бірақ өнердің барлығы сол балалардан шығады, жастардан шығады. Естеріңізде болсын. Бүткіл қазақтағы жалғыз театр ғой. Маңдайына басар. Балалар мен жасөспірімдер театры. Мемлекеттік дәрежеде академиялық. Шіркін-ай десеңізді. Мені қызықтыратыны бүгінгі біз театрдың ішкі өмірі, ешкімге ұқсамайтын ішкі өмірі бар ғой. Сондағы өмір туралы не айтар едіңіз? Мысалы, сіздің образыңыз басқа сахнадағы, өмірдегі өзіңіз басқадамыз. Солай ғой? Солай ғой? Солай. Неге айтпайсыз соны елдің алдында? Не болмаса бірден. Оны айта бермейміз. Мынау ішкі кухня деген бар. Біз соны айтсақ деп бірміз бүгін. Халыққа көп шығара бермейміз. Ол өз ішімізде пісіп, жабулы қазан жабулы күйінде қалады. Жалпы өмірде ашылып, шашылып, бар ішкі ойыңды айтып тастап, жүргенді өзім жалпы қаламаймын. Қасиетті қарапайымдылық бізге кімнен жұқты? Шынымен де біздің алдыңғы буыннан жұқты. Өзімна театр тірі организм. Оның бір алтын дәуірі, бір шарықтау, шыңдары сондай кезі болады театрдың. Ал актердің да өзінің бір жұлдызды сәттері болады. Ол сен мәңгі бақи жұлдыз болып тұрмайсың. Жұлдызды сәт деген танылу ма елдің бәріне? Жоқ. Иә, танылуы бар. Өзіңнің жаңағы арман еткен, бұл өнерге келгендегі жаңағы арманың орындалған, өзіңнің ең бір қиын рөлдеріңді сахнаға шығарған, көрерменмен күнде кездескен сондай бір сәттерді мен солай деп оғам өзім жұлдыз сәтімде. Жұлдыз сәт деген сосын көрерменнің көңілінен шығу ма, жоқ өз көңіліңізден шығу ма? Бірінші өз көңіліңнен. Сосын жұлдыз, сонда өз көңіліңізден шықсаңыз, көрерменнің де көңілінен шығасыз деп ойлаймын мен енді. Солай, ә? Шынымен де бұл ұрпақ сабақтастығы болмаса, бұл өнер алдыға қарай дамымайды, жастар үйренбейді, өспейді ғой. Сол сіздердің аға апаларыңызды, театр корифейлерін бір еске алайықшы, экранға қараңыздар. Көптің көзайымына айналған театрдың танылуына Әмина Өмірзақова, Қасым Жәкібаев, Алтынбек Кенжеков, Мұхтар Бақтыгереев, Атагелді Смайылов, Мәкіл Құланбаев, Тамара Қосыбаева сынды сахна корифейлері сүбелі үлес қосты. Әр актер болмысына тәм мінез, сахнагерлік шеберлік ізденісімен жас театр сахнасында өзіндік қолтаңбаларымен із қалдырды. Адами қасиеті бірінші тұрады, қай профессия болсын, қай мамандық болсын, адам болмасаң ол қасиеттен жұрдай боласың, айыл болады. Бірақ сол кішілігі, кішіпейілдігі, кісілігі емес, кішілігі өте мол болды бұл кісілер. Бұлардан алатын сабақ, алатын тәрбие, тәлім тәрбие бұл кісілерде өте, бұл кісілердің бойында үлкен сондай қасиеттер болды. Біз сондықтан бұл кісілердегі табынып өттік шынды да. Театрдың өсіп өркендеуі мен кәсіптік деңгейінің көтерілуіне сатыстан бастап, режиссерлер Шәріпов, Сидоров мен Донук, Естемесова, Қайруллина, Пұсырманов, Обаев, Байсеркенов, Жетпісбаев, Сейтметов, Хаджиев, Жақпайлар мол үлес қосты. Бүгінде театр ұлттық сахна өнерінің ұлы көшбасшылары салған ұлағатты жолды аға, орта, жас буын артистер жалғауда. Дәстүрлі үрдіс құндылықтарын сақтай отыра, шығармашылық жаңа белестерге жету жолында ізденумен келеді.
мекен туған жер, ай мың жаялық жуған жер. Аққу қызын ұзатып сап, қазбен қалған думан дел. Иә, Естеріңізге түсті ма көп нәрсе ағаларыңызда? енді Апалар, апалар. түсті ғой, бірақ таспада қалған біздің театр туралы өте аз. Аз. Әлде іздемей ме? Мен жас кездерімде көп түстік біз осы. Осы жерде, міне осы шаңырақта. Осы жерде Байділда Қалтаев сияқты Қазақстан халық артистері, Сәлима Саттарова сияқты Қазақстан халық артистері, Әмина Өмірзақова, Қасым Жакыбаев, жаңағы Мәкір ағамыз, Мұхтар Бақтыгереев сияқты керемет біздің осы театрымыздың кірпішін қалаған актерлар. Мысалы, Трависка дейді. Трависка деген ол Аққағаз Мәмбетова 60-тан асқанға дейін бала мен кішкентай қыздың рөлін ойнатты. Тарихта қалды, алтын тарихта. Трависка. Жаңа сіз айттыңыз, соның көп дүниелер таспаға басылмай қалды. Керемет ойындар болды. Сол кезде мен ойлаймын, телевидение болды. Қазіргі мынау қозғалмалы, жылжымалы телевизиялық станциялар болды. Соның бәрін таспаға түсіріп алып, арнайы шақыртып, премьераға әрқайсысын сол кісілердің, мен мысалға сіз айтып отырған алдыңғы буын өкілдерінің сахнадағы рөлдерін жазылды. Бір кездері менің 60 жылдығым жүрген уақытта біз шөбедік спектаклі Төлен Әбдіковтің. Қазір мысалға премьералы болып жатыр ғой. Неге жазбамайсыздар соның бәрін? Қазіргі премьералар өтіп жатыр, олардың барлығын бір жолға қойылған үрдісі жоқ. Қазір бұны әр театрдың басшылығы өздері қолға алып жатыр. Енді әуесқой камералармен біз барлық спектакльдер түсірген қорлар өзімізде бар. Мен ағаларды көргім келеді де, сол кісілердің ойнағанын көргім келеді. Міне. Сіздер де көргілеріңіз келетін шығар деп ойлаймын. Гамлет спектаклі қойылды. Иә. Гамлет. Бірінші Гамлетті образын жасаған Алтынбек Кенжек деген ұлы актеріміз өтті. Ол, мен ойлаймын, міне, Жәкең сонда ассистент жаңадан оқып бітіріп бізге театрға режиссер болып келген кезі. Сонда бүткіл актерлармен жұмыс істегенде, қазір айтсыншы, Смоктуновскийді, қазір ұлы актер Гамлетті, бірінші Смоктуновский деп айтсаңыз Гамлет еске түседі ғой. Ал біздің Алтекеңнің ойыны одан кем болған жоқ болатын. Бар ма екен сол? Осы айтыңызшы, Жәке, бар ма? Жоқ. Мен жақсы білем оны, жоқ. Бар ма? Жоқ, ол сақталған жоқ. Бірақ ол спектакль бағасын алынмады кезінде. Не екенін білмеймін, өзі ұрды бірдеңке болды да, Баширкен деген ағамыз главный режиссер, сол келіспеушілік болды да, соның сценарийі бір-екі жыл жүрді да, соның кейін тоқтап қалды. Мен әлімге дейін ол спектакльді ұмытпаймын. Мен Москвада да көрдім, енді мақтайды ғой, Высоцкийді де көрдім, енді Таганкада енді көрдім. Мынау ерекше болатын, бұл спектакль. Таспаға түсіріп қалған жоқсыздар ма? Жоқ. Өкінішті ғой, Өкінішті болғанда қандай, сол спектакль бағысын алма, әлі күнге дейін өкінем мен. Оны талай кейін марқұм болды ғой Алтекең. Үйінде де театрда сөйлескенде ол да өкінеді. Хотя мен дейді қарабасын. Алтекең керемет ойнады ма сонда? Керемет. Сіздердің балалар мен жасөспірімдер театрының тарихындағы бір ерекше есте қалған спектакльдерді айтар ма едіңіз? Әке тағдыры. Адам аласы ішінде. Адам аласы ішінде. Ең әдемі келіншекші. Ең әдемі келіншек. Ең әдемі келіншек. Содан кейін Сталинге хат, Бесеудің хаты. Бесеудің хаты. Ол қазақтың тарихының жаңадан ашылып, ақтаңлақтың ашылып жатқан кезі болады. Ол керемет аншылық болды. Көрермен сыймай, есік сынып. Дұрыс. Сондай кезі. Тағы. Сіздер жаңа 60-шы жылдар келген, 70-ші жылдар келген буын бақытты буынсыздар. Неге? Өйткені театрдың о кезде дәуірі дүрілдеп тұрған заман. Ерекше құрмет, қошеметке ие болып тұрған кез ғой. Солай емес пе? Ортаңғы буын дейміз ғой. Менің қатарластарыма жаным ашиды.
Совет үкіметі қираған кез, тәуелсіздікті жаңа алған кез, елдің бәрін театрдың әртістерінің құты да, қасиеті де қашқан кез. Сол кезде елдің бәрі базар жағалап кеткен кезде, осы жігіттер мен қыздар бүкіл сол өнер үшін деп, өнерге деген адалдықпен осы театрға келді, театрда қалды. Солар бүгін біздің ортамызда. Рахман Омар, Шолпан Сергебаева, Сәкен Рақышев, Мұхиттин Шынтаев, сол орта буынның өкілдері келіп отыр. Заман өзгерген кезге тап келдіңіздер. Қиын кезге тап келдіңіздер. Соған қарамай, осы өнерге деген махаббатты қалай сақтап қалдыңыздар? Сіздермен қатар оқыған көп деген талантты адамдар мүлде басқа салаға кетіп қалды. Солай ғой? Солай, Сіздер не сақтап қалды? Қалай әртіс болдыңыздар? Қалай сол қиындықтарды бастан кештіңіздер? Бәрі басшыға байланысты ғой. Ол театрды сол кезде сақтап қалу, өнерді сақтап қалу, репертуардың бәрін ұстап тұру, бізді сол ортаға қызықтыру, ол екінің бірінің қолынан келе бермейтін нәрсе болады. Сол кезде басшылардың Сол арқасы дейсіз ба? кезде басшымыз біздің Райымбек аға Сейтметов болды. Ой, керемет адам. Сол қиын қыстау кезде сол кісі бізде әрі директорымыз, әрі бас режиссеріміз болып тұрды. Содан кейін драматургияның ол кезде аса көп емес, драматургтардың енді ол кезде де қиын қыстау кез, жаңа өзіңіз айтып отырсыз, бәрі жаза бермейді. Жазылғанын ақша алмайды. Жазылғанын ақша алмайды. Сол бар нәрседен, мысалы Фариза апайдың өлеңдерінен, Мұқағали ағаның өлеңдерінен, ол кісі өз сценарий жазып, Қадыр Мырзалиевтің өлеңдерінен, біздің бәріміз кәдімгі ақындардың өлеңін жатқа оқитын әртістер болып шықтық. Соның поэзияның ішкі жан дүниесін сыртқа шығару деген ол керемет өнер. Енді соны меңгергеннен кейін басқа жаңа қара сөзді оның астарын ашу біздерге онша қиын болмай қалмаған сияқты болды. Менің енді өз ойым. Сондықтан біз ол қиындықтан сол поэзияның арқасында, Декеңнің арқасында керемет өтіп кеттік пе деп ойлаймын. Сол кісінің арқасында деп отырсыздар ғой. Ортаңғы буын өкілдерінің арасында Рахаң көпшілікке кеңінен таныс. Өйткені мынау телеарналарда ең шебер жүргізуші болды. Сонымен бірге әртүрлі телехикаяларда жап-жақсы рөлдерді сомдады. Ал театрда кәдімгі мықты әртіс. Солай ғой. Мен ойлаймын кейде осы Рахаң онсыз да танылған, не істеп жүр екен театрда деп кейде ойлаймын енді. Не істеп жүрсіз театр? Не керек театр? Не керек театр? Көп ақша бермейді, көп адам келмейді. Рахман шында пысық жігіт қой. Ол бизнеске кетсе де ол жақтан жол табар еді. Жол табар еді, иә. Сол айтып театрды ұстап тұр ғой. Бір театрда құдірет ұстап тұр ғой. Сол қандай құдірет екен деп ойлаймын да. О, театрдың құдіреті ол. Шын мәнінде бізден қарағанда Сәкен аға, Шолпан әпкеміз, бұл кісілер енді 80 жылдар келді, жас болып театрға. Ол кезде шын мәнінде Кеңестер одағының бір жақсы дүркіндеп тұрған кезі ғой. Керемет алдыңғы буын ағалармен әріптес болып, сондай бақытқа ие болды. Ал енді біздің келген кезеңіміз 90 жылдар. Яғни тағдыр тәлкегі деп айтпай қойық, тағдыр тоқпағына түскен біздің буын. Біздің буын. Өйткені сол кезде Райымбек ағамыз орнына кетіп, Досқан Жолжақсынов ағамыз басшы болып келді. Сол кісінің айтатын сөзі бар еді. Әлімгешен айтады ғой, аттың жалы түйенің қомында, садақтың адырнасындай неғып тартылып тұрмайсыңдар деп. Заманымыз сондай болды, шын мәнінде жоқшылық. Неге сонда сені ұстап тұр екен деп ойлаймын да мен. Театр өмірі адамды сұрыптайды екен. Талай дүлдүлдер де келіп кетті, мықтылар да, кездейсоқ келген адамдар да болды. Бірақ өзіне керегін театр киелі сахнасы қалдырады екен. Електен өткізгенде. Өзін жақсы көргендерді. Өзі жақсы көргендерді. Айнымай ғашық болғандарды. Міне сол махаббат ұстап қалды десеңізші. Мен мысалы сахнаға шыққанда әлі күнге шейін әр актердің өзінің ырымы бар, жырымы, сырымы бар. Мен сахнаға шыққанда кеп аунап боламын. Сахнаға? Бір 10 минут бұрын басылар кезде қандай пьеса болмасын, киіміме қарамаймын. Киелі сахна, қолдай көр, талай енді ақсақалдарымыз осы еңбек терін тамызды ғой осы сахнада. Бұрын айтып бердіңіз, бұл нәрсе бұл да бірінші рет айтылып тұр. Бірінші рет айтылып тұр. Бірінші рет айтылып тұр, Осы отырған әр кісінің біз біле бермейтін, қаншама жыл қатар қызмет атқарсақ та, бірақ өздерінің ырымы бар шығар, білмеймін. Мүмкін соны айтып қалу мүмкін. Соны сұраңыз. Сізде. Әрқайсымыз мен де өзім сахнаға шығарда алдында бисмиллахир-рахманир-рахим осы қасиетті киелі сахнадағы осы сахнадағы қызмет еткен ағаларымның, апаларымның әруағы қолдасын,
әсіресе Қазақстанның халық әртісі мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Әнуар Молдабеков ағамның әруағы қолдасын деп бісмілләмді айтып сөйтіп шығасыз. шығамын. Жоқ, мен Шығасы таңғаламын да. керек. Сол рөлді 100-ші рет болмағанмен 50-ші рет ойнайын деп жатсыздар. Сіз неменеге толқисыздар, неменеге? Мен кейде таңғаламын соған осы сіздерге. Көрерменмен тікелей байланыс. Иә. Жүрек қабысымыз бірге жүреді. Деміміз бірге шығады. Бұл тірі организм деді ғой жаңа. Сахнаға шыққанда керемет ғаламға кіресің. Сахнада. Иә, сахнада. Шіркін-ай, әртіс болуың керек. Сахнада сен толқуың керек дейді. Содан кейін маған жиі қоятын сұрақ журналистердің, телевидениені таңдайсыз ба, жоқ әлде театрды таңдайсыз ба дейді. Әрине театр. Өйткені не үшін мен қалдым театрда жалпы? Кетіп баратын сәттерім мол болды. Тіпті жарты жаңа ставкаға жұмыс істеген сәтімде болды. Сол кезде есімде Қасым Жәкебаев марқұм атамыз, әй көке бала, біз кеткенде біздің орнымызды кім басады, сендер ма? Деген бір ауыз сөзі сол тоқтау болады да, осыны айтып жүр ғой ағаларымыз, апаларымыз. Жалпы. Мінекей көрдіңіз бе? Бұл деген жұмбақ әлем ғой. Бір ауыз. Жалпы адамзаттың өзінің өмірі ұрпақтан ұрпаққа қалып отырады ғой. Жаңа экраннан көріп отқан аталарымыз, апаларымыз осы кісілерге қалдырса, бұл кісілерге бізге қалдырып келеді. Сондықтан бұл кісілердің артынан біз де жаңа сахнаға шығудың өзін үйреніп келатқан адамдармыз. Әр уақыттың өзіндік проблемалары, өзіндік тәтті тәрбиелері бар. Ол кісі Ақсайдан жаяу келсе, қазір менің Ақсайдан жаяу келетін үйімде жоқ. Менің мысалы. Сол алатын осы зарплатқа бала-шаға бағып мен де отырмын. Бір құпиясын айтып қалдыңыздар. Шын мәнінде киелі жер екендігін, сахнаның да қасиетті орын екендігін, ол жерге бір барған адам байланып қалатындығын. Ерлан Біләл, театрдың көркемдік жетекшісі. Жаңа айтып жатсыз, біздің осында үлкен корифейлерімізден өткен уақыттағы корифейлердің өмір туралы айтып қалу, сақтап қалу. Ол кісілерді айтпаған кезде Әуезов театрындағы керемет дүниенің дүр сілкіндер актерлардың жаңа жазылған таспалары жоқ. Оны былай қоясыз, менің өзімнің өмірімдегі ойнаған Қаракөздегі сырымның рөлі техниканың бар кезінде, заманның дамыған кезінде соның өзі түспей қалған мысалы. Жаңаға ертең осында әңгіме болмас екен дүниелерді біздің жоспарымыздағы, ойымызда, санамыздағы бар дүние. Бүгінгі күнде менің жаңағы көркемдік жетекші ретіндегі жаңағы міндетім ол актерларды рөлмен қамтамасыз ету. Жастарға көңілдеріңіз тола ма? Қазіргі жастар келіп жатыр ғой жаңадан. Тола ма көңілдеріңіз? Иншалла, тәуба. Тәуба ма? Ал оны соларды шақырайық. Олардың сіздерге көңілдері тола ма екен? Айда Жантілеуова, Бақыт Тушаев, Әсет Иманғалиев, Гүлбақырам бар. Келіңіздер, келіңіздер жастар. Театрға адам келеді ғой. Әсіресе жастар келген кезде, ол жаңа орта, ағалар, апалар, бүкіл елге танымал, оған дейін осы кісілерді көрсем, қастарында жүрсем, әңгімесін тыңдасам деп келгенде, бәрібір бір күдікпен келеді ғой театрға жастар. Иә? Сол кезде осы кісілер қалай қарсы алады? Бұл кісілерді күдікпен қарсы алған жоқ. Қандай актер болады? Бұлардан қандай актер шығады? Қалай болады бұлар деп. Бұл кісілерді күдікпен қарсы ала ма? Шындарын айтыңыздар. Қорқа басып кіретіміз ол шындық. Бірақ бізді құшақ жая ақыл кеңестерін беріп, жөн жосығыз айтатын осы үлкен ата апаларымыз біздің. Беке бір нәрсе айтып кетейін, осы театрға ең бірінші келген кезіміз, осы Әсет екеуміз бірге келдік қатар. Алғашқы спектаклім қойылымда иттің рөлі болады, Машина деген және Чеполинда. Сонда иттің рөліне шығайын деп дайындалып, мынандай ғана тексім бар. Бірақ соны екі түн бойы бір жаттаған адам сияқтымын. Дір өзім шығайын деп тұрмын, соны Гүлжамал апайымыз бізбен бірге ойнайды. Соны ұстап алып, дірілдеп тұрғанымды сезді ме, қорқып тұрған білді ме, ақырын сахнаның шетіне шығардың алдында. Балам, қорқпа, сен ит жылы келіп иттен бастап отырсың. Енді ары қарай үлкен адамдарға үшін өсіп кетесің. Мен саған ақ батамды берейін, сенің сахнаң қазір жақсы ойнап шығасың, әлі де жақсы ойнап кетесің, қорқпа деп аналық батасын берген Гүлжамал апайға әлімге үшін айтамын, сол үшін бір сөздің өзі деп берді. Бір сөздің өзі мені демеп жүрді. Мысалы, менің алғашқы рөлім кірпіш шеше болған алып. Оған қарағанда ит жақсы ғой әлде қайда деген. Адамның досы. Мен театрға келген кезде мені Талғат Семенов мырза алды театрға.
театрда бір екі жыл жұмыс істей салам, содан кейін биге кетіп қалам, немесе жаңа телевидение кетіп қалам деп ойлайтынмын. Киноға барам, киноға барам. Роль ойнаймын деп бар. Аға апаларымыз тоқтатып, рольді ойнап көр, содан кейін көрерсің деп. Осы Рахман аға айтқандай, театрдың киелі сахнасы қалдырды бізді. Маған таңдау келген кезде эстрада немесе театр дегенде менің жүрегім театрда қалады. Себебі рухани азық алып, соны түсіндім мен. Сендер жаңа заманның жастарысыңдар, иә? Мүлде көзқарастарың бөлек. Оны мойындау керек. Кейде көңілдеріңіз толмай тұра ма? Мұны баяғы советтік замандағыларын айта береді, соны істеткілері келе береді, көңілімізден шықпайды дейді. Айта ма? Айтыңыздаршы соны. Оны ондай жағынан емес, негізі айтқан дұрыс қой. Өйткені көп нәрседен өткеннен сабақ аласың. Бұл кісілердің айтқаны бізге қызық, бізге тарих. Айтпаса, ешкім жол сілтемесе, білдірмесе, өткен өмірінің өзінің тәжірибесі арқылы бөліспесе, олай істемесе, біз өзімізбен өзіміз кете беретін болсақ, онда не болдық сонда? Тыңдай ма аға? Тыңдайды, бір ауыз айтайыншы. 1973 жылы мен театрға келдім. Атақты әртіс Мұхтар Бақтыгереев пен Байділді Қалтайып отыратын гримеркаға бөлініппіз. Отыр мына көкеміз. Жақсы емес па? Жоқ, қызығын айтайын. Онда Бақтыгереев айтты. Екеуміз тұрғызып қойып. Ешкімді сыйламасаң сыйлама, жалғыз халық әртіс бар. Мынау Байділді Қалтайып деді. Қазақтың маңдайына біткен жұлдыз осы деді. Егер осы шалға жағдай жасамасаңдар, текст қайталайды ғой, аяқтың ұшымен жүретінбіз. Бір, ол кісінің шаруалары барық бел, шауық бел болады. Соны орындайсыңдар. Құп, сол ереже болып сақталды. Бірақ сол дәстүр болды. Мені барық бел, шауық белді мен орындадым, а мен екеген дүниеге ортақ қосқан мына көкің. Дедовщина бар екен ғой әлі театрда. Бір қыз айтарым. Бізде қалыптасқан дәстүр болды. Мектеп қалыптасқан арнайы түрде бұл кісілер, міне өзім куәмін ғой. Сен былай болды, жеке шақырып ап, жаңағы философия айтпаған. Тек қана өз тірлігі арқылы, іс әрекет арқылы, еңбек арқылы көрсетті. Тәрбиеледі бізде. Бізде қалыптасқан қағида осындай. Белгілі сахна тарланы Владимир Немирович Данченко егер театрда тек классика ғана қойыла берсе, онда театрдың өлгені депті. Рас, халыққа ұсынатын сахналық қойылым әр жанрда көрермен талғамына сай таңдалу қажет. Бүгінгі көрерменге рухани ләззат алатын дүниелер керек. Алайда көптің көңіліндегі тақырыпты дөп басу қиын. Қателессең, көрермен қайырылмайды. Бұл театр үшін ең қатал үкім. Осын ұстанған мүсіреповтер өз тарихында тегізденіспен келеді. Оған бір ғана дәлел. Алдыңғы буынағылар кезінде бесеудің хаты сахналанғанда халық есікті сындырып кірген еді дегенді көп айтады. Бұл ұжым еңбегіне берілген халық бағасы. Еркелетіп еми жүресің, ұлыңды сен маға оқшоғын. Театр заман ағымынан қалмау керек, солай ғой. Заман өзгеріп жатады, адамдар да өзгеріп жатады. Сіздердің көрермендер де, адамдар, театрдың көрермендер де өзгеріп жатады. Бір солардың көңілінен шығатын, жүрек қылын дәл басатын дүниелерді сахналау керек қой. Балалар мен жасөспірімдер театры осы үдеден шығып отыр ма? Сыншы ретінде не айтар едіңіз? Сұрағыңызға үлкен рахмет. Бүгін аға буын өкілдерінен бастап театрдың 70 жылдығы қарсаңында үлкен әңгімелер қозғалып жатыр. Енді сіздің сұрағыңызға тікелей жауап беретін болсақ, әрине бұл театрдың басқа театрлардан ең басты ерекшелігі өзіне тән келбеті. Бүгінгі таңда енді өте көп айтылып жатыр. Театр фестивальдерінде, спектакльдерін, жәнегі байқаулар болған кезде байқалып жатыр, көп ескертулер беріліп жатқан бір жәнегі ұсыныстар бар деп айтсақ та болады. Ол театр көрермендерін балалардың кішкентай күнінен тәрбиелеу.
соған үйрету, яғни эстетикалық көзқарасын қалыптастыру. Ол үшін театр расын айту керек, тек әдемілікке ғана тәрбиелеу емес, сонымен бірге балалардың жәнегі патриоттық рухта өсуіне бір болсын, бір шығармаларда арнайы ескеріп отырған өте жөн ғой деп есептейміз де. Осы тұрғыдан мен осы Жанат ағамыз отыр ғой, сол Сәкен Жүнісовтың Абылай ханның жастық шағы деп аталатын спектакль мысалға келтіргім келеді де, ол спектакльді көріп отырған әрбір кішкентай көрермен бүлдіршін балалар өзінің отанына деген махаббатты сол спектакль арқылы қабылдай алады. Сондай бір әсер берді. Өте зал толқып отырды. Сондай бағыттағы қазір репертуарымызда пьесалар жоқтың қасы. Осы жағын алдағы уақытта ескерілсе, бұл енді өзіміздің болашағымыз, өзіміздің отанымызды жақсы көрмесе, онда театрдың да жәнегі өзінің миссиясын орындамағаны болып шығады да, осыны міндетті түрде ескеріп отырған жөн ғой деп есептейміз. Одан кейін әрине жәнегі классикалық шығармалар, аудармалар бойынша, одан кейін комедия болсын, трагедия болсын, бұлардың театр репертуарында болуы аса қажет. Өйткені көрермендердің талғамын өсіретін дүниелер керек, қай уақытта болса да. Сондықтан да осы жағын театр бүгінгі таңда әрине ескеріп отыр. Жоқ деп айта алмаймыз, әртүрлі жанрлар бойынша репертуарында бар. Сондықтан да бұл театрдың алған бағыты мен өзім дұрыс деп есептеймін. Дұрыс. Ең басты нәрсе, театрға барған адам ол бір рухани азық алып, көңіліне бір ой түйіп, шабыттанып шығу керек. Меніңше ең басты миссиясы сол ғой, Социалистік Совет одағы кезінде қуыршақ театрындағыларға бөлек коэффициент қойылатын. Қазір бірдей ме? Қазір коэффициент қойылатын, өйткені оның жұмыстың екі есе ауырлығын ескеріп. Сол сияқты мысалға балалар театрына да қазіргі құрмет осылай болу керек. Өйткені ол балаларға да арналады, жасөспірімдерге де және кешкі қойылымдары бар. Көрдіңіз бе? Сондықтан көбіне біздің актерлар басқа жерден танымалдылық іздеуге, басқа бір каналдардан қайта-қайта көріне беруге уақыттары жоқ. Бұл бірінші. Ал ендігі мен... Ал жаңа коэффициент те жоқ. Ол да жоқ. Ол да жоқ, ескерілмеген. Тағы да бір айтылатын нәрсе, мынау экраннан көретін ата-аналар көруі мүмкін, ұстаздар көруі мүмкін, солардың барлығына құлақ қағыз. Негізі бұл енді министрліктің көлемінде шешілетін сұрақ шығар. Қазір Қазақстанда 54 театр бар. Оның 6-ы қуыршақ театр. 2-і балалар мен жасөспірімдер театры. Ал бірақ сол 54 театрдың барлығында балаларға арналған спектакль қойылады. Соның барлығын біз бюджеттің қаражатына қоямыз. Көру үшін балалар. А бірақ қазір қандай мектептерде балаларды театрға жіберуге шектеу қойылады. Не үшін? Не үшін? Барлық балаларға арналған спектакльдер сағат 11-де қойылады. Болмаса 12-де. Ал қай қазіргі заманда, бүгінгі нарық заманында, қай атаны баласын сағат 11-де, 12-де келсен, мұнау ертөстік туралы спектакльді көріп қайт деп алып келе алады. Апарып алып келеді. Алып келіп ала Өте алмайды. дұрыс айтасыз. Және сол атана, жұмыстан қол тимей жүрген атана, өзі де бармағаннан кейін, баласын да жібермегеннен кейін, сол айтады. Осы театрдың қажеті қанша деп ойлайды. Өйткені театрдың ішінде не болып жатқанын білмейді. Театрдан сол ертөстікті, болмаса алдар көсені көріп кеткен, оның тәрбиелік, оның ұлтжандылыққа деген тәрбиесінің шегі жоқ. Бұны көптеген мемлекеттер мойындады. Ал бүгін мектеппен бірге бала келмеген оқушы, ол ертең студент болған кезде де ол театрға басын сұқпайды. Ол өскен кезде өзінің баласының да апаруға мүдделі болмайды. Демек, бұл қазіргі дер кезінде шешілетін сұрақтың бірі. Бұл туралы біз министрлікке хат жаздық әрине. Мен тағы да айтам, көріп отырған ата-ана мен мектептің ұстаздары болса, осы мен айтқан сөзге бір кішкене ойланса деген ниет. Директор мырза былай дейді. Балаларды ата-аналар жібермейді ақша жинайсың деп. Былай істеуге болады. Жаңағы балалар туралы қойылған спектакльдерді қазір техника дамыған кезде соны жазып алып телевидение арқылы көрсетуге болады. Қазақ телевизиясымен келісуге болады. Ол сат демейді, Қазақстан телевизиясы бұндай программаларды әрине сіздерден сатып алмайды. Тіпті тегінде көрсетеді. Ол солай істеу керек. Балалар келсін, балалар ақша жинап келсін деп отыруға болмайды. Айтуға оңай. Сізда жаңағы мына бүгінгі техника заманын ауып кетіп жатқан кезде балаларымыз
кітаптан қол үзіп жатқанда, театрдан қол үзіп жатқанда ақсақал өйтіп айтуға болмайды. Осы балалар мен жасөспірімдер театры болғаннан кейін, осылардың дүниеге танымы мен талғамы, эстетикалық қабілетінің, жаңа отансүйгіштік деп айтып, соның бәрі қалыптасатын жерлер осы театрдың сахнасы, театрдың залы. Сондықтан біздің бүкіл көрермен ата-аналар біздің нағыз өзіміздің ұлттық жадымыздан, жан дүниемізден айырылғымыз келмесе, онсыз да кітап оқымай жатқан балаларды енді театрдан қол үзбеу керек. Мынандай сөздер ақсақал айтылмау керек. Тегін дүние жоқ. Одан кейін театрға, жаңа телевидениеге, техникаға сала салмайсыңдар ма деген нәрсе, бұл ойланып айтылу керек. Ондай пікір айтпаңыздар. Түбегейлі дұрыс емес бұл. Баратын болсақ та біз қызық театрларға барамыз, мысалы. Кейбір кезде мектепке шақырып жатады, сондай кездерде барып жатамыз. Бірақ күнделікті өмірде мен өзім барып жатпаймын ондай театрға. Неге? Неге десеңіз, оны енді қазіргі уақытта қызық деп ойламаймын. Қызық деп ойламайсың? Мен өзім театрға күнде барамын. Өйткені бір рет барғаннан кейін қайтадан барғым келе береді. Бір актерлардың ойнағаныма бір жаныңа жақын болады да, бір ләззат аласың. Таң атқанша қайтып күтесің сол ертеңгі күнше. Ал дүйсенбі күні спектакль болмайды. Сол кезде бір ынжырған түсіп қалады да, бір түрлі болады. Сондықтан жастар, балалар театрға келіңдер. Өнер деген ол халықтікі, ол сендердікі, біз сендер үшін жұмыс істейміз. Сендер келіп көріп, сендердің жүректерің селт ететін болса, біздің мақсатымыз сол. Осы теледидарды қолдана отырып, мен көрермен қауымға, ата-аналарға, балалар мен жасөспірімдерге айтқым келетін, бүгінгі біз қызығып жүрген техника заманы, технология заманы, ол шет мемлекет, біз еліктеп жүрген, елеңдеп жүрген Еуропа, Америка дегендер бұдан 50 жыл, 100 жыл бұрын өтіп кеткен. Қазір бұлар осында нақты тірі дүниеге, кітапқа өңіліп, тірі өнерге, театрға нағыз осының негізі бар екенін, мәні бар екенін, маңызы бар екенін, біздің өміріміз үшін, санамыз үшін, болашағымыз үшін орны таптырмас қазына екенін сол бүкіл әлем мойындап отыр. Сондықтан осыны түсінген адам әрдайым театрға келу керек деп ойлаймын. Сондықтан театрға барыңыздар, балаларыңызды апарыңыздар, көріңіздер, рухани азық алып қайтыңыздар. Негізгі бұл айтып отырған келелі қордаланып қалған, жиналып қалған мәселелердің барлығын жоғарыдан ғылым және білім министрлігінің деңгейінде шешілсе. Тұрақты барып тұратын өздеріңіздің көрермендеріңіз бар ғой, соларға мүмкін бір шымылдықтың шетін ашып қоярсыздар. Осындай бір ерекшеліктер болады, осындай бір сюрприздер болады деп. Қыркүйектің аяғында 70-ші театр сезонының ашылу мерекесі өтетіндігі анық. Оған енді алдын ала, қазір журналистер, сіздердің бағдарлама арқылы тағы да айтып жатырмыз, ол газеттерге де хабарландырулар берді. Осы біздің театр туралы, біздің театрдың тарихы туралы жазылған публицистикалық сұхбаттар, очерктердің барлығына бәйге жарияладық. Шешілетін уақыты сол театр сезонының ашылатын уақытында, оны көркемдік кеңеспен бірігіп отырып сараптаймыз. Ішінен әйтеуір осы театрдың мен дейтін көрерменнің ешқайсысы сырт қалмайды деп ойлаймыз. Рахмет. Театр киелі өнердің ортасы. Театр рухани азық ордасы. Театр тылсым дүние мекені. Осындай қасиетті орын. Балалар мен жасөспірімдер театры балаларымызды бақытқа, жасөспірімдер мен жастарды жақсылыққа жетелей берсін. Айтуға оңай. Сиғашы ұяттығы шыбық бер, бізге ғашы жаны жайсаң жігіт бер. Біз жүрген жер үлбіреген үміттер, біз жүрген жер ақ ниетті бөліктер. Алдымыздан жалт-жұлт етіп от шығар, әне-міне бақ қонардай боп тұрар. Жаны қалмай жалпы мақтап жатса да, ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ, ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ. Алдымыздан жалт-жұлт етіп от шығар, әне-міне бақ қонардай боп тұрар. Жаны қалмай жалпы мақтап жатса да,
ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ ешкім бізді